Сири, сәлем, қайырлы таң, қайырлы таң. Хорошо, вот что мне удалось найти в интернете. Сири, сен неге менімен қазақша сөйлеспейсің? Мен саған қазақша сөйлесіп жатырмын ғой. Үндемейді, саған жауап бер. Подождите. Я не вижу подходящего приложения для этого. Сири, неге... Понадобится загрузить его. Сири, неге менімен қазақша сөйлеспейсің? Баласың таң ашуланбай атпастан енді. осы Сиримен бар ғой. Неге қазақша сөйлеспейді екен менімен? Дарын, сен ашуланба, ашуыңды бас. Сен Сириді қазақша сөйлете алмай жүргенде біздің жас ғалымдарымыз бұл бұндай жаңа бағдарлама ойлап тапты. Мұның аты сәлем деп аталады екен. Дәл осы бағдарламаның авторлары бүгін бізде қонақта. Ендеше қарсылай қайырлы таң, Қайырлы таң, жігіттер. қош Динара келдіңіздер. ханым, есімдері Динара, Нұрғожа, Ердәулет, Ержан, Мұрат есімді біздің өнертапқыштар. Бүгін біздің қонақжай студиямызда. Қайырлы таң. Және де сәлем, да? Сәлем. Сәлемді таныстыруға ұмытып кеттік. Бұл қазақша сөйлейтін тұңғыш бағдарлама, иә? Ал енді қазақша сөйлесіп көруге бола ма? Әрине болады. Сұрақ Болады, сен жаңа Сириден ала алмаған жауабыңды ал, Дарын. Сәлем, қайырлы таң. Сен жасың нешеде? Сен қазақша сөйлейсің ба? Сәлем, Сири. Сири Сен емес. Сен қазақша сөйлейсің ба? Сен қазақша сөйлейсің ба? Мүмкін сіздің тіліңіз Мен қазақша сөйлеймін. Мінекей Орысша да түсінемін. Орысша да түсінеді екен. Ал енді жасың нешеде, соны айтшы. Жасың нешеде, соны айтшы. Әлі бір жасқа толмадым. толмады. Тілім енді шығып келеді. Әлі бір жасқа толмадым, тілім енді шығып келеді. Мен сұрап дейді. көрейінші енді. Иә. Сәлем, сағат неше қазір? Ой, түсінбедім ғой. Тамаша. Енді тағы бір сұрақ қойықшы. Сені ойлап тапқан кім? Сені ойлап тапқан кім? Бір адам деп айта алмаймын. Бұл командалық жұмыс. Мәссаған, тамаша. Міне, Бұл командалық расымен де. жұмыс. Иә. Қайырлы таң дейміз тағы да, таң жарық болсын. Енді бұл идеяны ойлап табу кімнің идеясы болды, айтып өтсеңіздер. Командалық жұмыс деп өзі айтып жатыр сәлемнің. Дегенмен де кімнің бастауы, кімнің идеясы? Бұл командалық жұмыс алғашында тіл сөйлеу технологияларын құрастырған кезде соның логикалық жалғасы осы ақылды колонка болып табылады. Бұл жобаға енді қанша адам жұмылдырылды? Бұл жобаны дамыту мақсатында шамамен 100-ден астам адам жұмылдырылды. Көбісі аудиоларды жазу және оларды жазбаша түріне аудару, одан кейін дизайнерлер, бағдарламаны дамытушылар, проектный менеджерлер. Бәріңіз жұмыс жасадық деп жатсыз, иә? Қанша уақыт кетті, Динара, айтыңызшы? Уақыт қалай айтамын. Үш проекттің 3 жыл біз проект жасаймыз. Иә, проект жасаймыз. Қазақша түсінетін моделін 3 жылдың ішінде. Бірақ мынау біздің сәлемнің жасы ол қанша? 3 ай солай. 3 айға енді ғана толды дейсіз ғой. Енді тай-тай басып келе жатыр дейсіз. Солай. Тамаша. Бұдан басқа қандай сұрақтарға жауап бере алады тағы? Енді бұл жаңағы қарапайым сұрақтар деп жатырмыз ғой, тағы да өзге де қандай сұрақтар болады Негізі программада? қазір енді үйреніп келеді, ол да сол бала сияқты негізі тілі шығу керек. Сол үшін үлкендермен, біз сияқтылармен көбірек сөйлесу керек. Қазір сөйлетіп отырмыз. Енді қалай жұмыс жасайды, оның механизмі қалай? Мысалы, бұны біз барлығымыз өзге де бағдарламалар секілді телефонға жүктейміз бе, әлде сатып аламыз ба, қалай болады? Құдай қаласа 3-6 айда біз нарыққа шығарамыз деп жоспарымыз бар. Соған дейін негізі сол телефон және де колонка түрінде, одан басқа интернеттен де бұлай сөйлесіп алуға болады. Приложение сияқты. Иә, приложение сияқты. Енді оны жалпы бұл жобаны жасап шығару қанша уақыт алды сіздерге? Жалпы жаңа Динара айтқандай негізі дайындық жұмыстары көп болды. Өйткені бірнеше адам оны жазады, яғни сөйлейді компьютерде. Олай болған жоқ деп жатсыз. Жаңа осы айта кетейін, сіз айттыңыз, иә, осының дауысын жазу үшін арнайы жігіт отырды, жазып шықты деп қанша күн болды, қалай болды? Дауысын ұзақ таңдадыңыздар ма? Шамамен енді мыңдаған сағаттар отырды. Енді соның ішінде
тек қана соның сөйлеген, яғни дауысын қиып алдық. Оған шамамен енді бірнеше ай айтуға болатын шығар енді. Арасында үзіліс бар, дайындық бар, сол шамамен осындай. Түсінікті. Енді жалпы дикторды, кастингпен таңдадыңыздар ма, әлде қалай таңдадыңыздар? Кастинг болады деп ойлаймыз. Негізі сол біздің айырмашылығымыз, яғни бірнеше дауыстармен сөйлейді. Әзірге ер кісінің дауысы бар. Одан бөлек жақында кастингті болатын шығар. Яғни нәзік жанды даусымен сөйлейді. Құдай қаласа, одан бөлек мүмкін баланың да даусымен сөйлейтін шығар. Енді мына Тугис бар, Яндекс, неше түрлі бағдарламалар бар ғой. Сол жақта енді танымал жұлдыздардың дауысы жазылады, Ал енді сіздер танымал қазақстандық жұлдыздарды іздемейсіздер ме? Іздейміз негізі, шақырамыз, дайынбыз. Енді айтыңызшы, бәрімізге де қызық, шыны керек, Сири деп жатырмыз, Алиса дейміз, айырмашылығы қандай, артықшылығы қандай болады? Сіздер бір ерекшелігі енді қазақша сөйлегені, тағы да қандай басқа да артықшылықтар бола ма? Айырмашылық әрине ол ең бастысы ол қазақша түсінеді және ойлайды. Одан басқа ол аралас, яғни орысша, қазақша түсінеді. Және де сол жаңға айтқандай бірнеше дауыстармен сөйлейді. Және де сол дауыстарды таңдауға болады. Енді айтып өтіңізші, Google-дан, яғни қажетті ақпараттарды тауып бере ала ма жалпы? Қауқары бар ма сондай? Ол жақында қосылады. Қазір сол... Енді жүзеге асырылады, Иә, Құдай қаласа сол шыққан кезде негізі сол Google мен басқа да ізденіс жүйелермен істейді. Қосылады, яғни видео қосуға болады, қалаған музыканы қосуға болады, және де ақылды үй жүйесі болса, үйде тұрса мысалы, оған команда бұйрық беруге болады. Мысалы, бір кір жууға, су қайнатуға, енді ары қарай көреміз, енді қандай бір тағы да жаңалықтар шығады, соларды да қосуға тырысамыз. Қазір енді Сәлем қанша сұраққа нақты тізім айтып бере аласыз ба? Қанша сұраққа жауап бере алады? Шамалап бір 100-деген сұрақтарға қазір жауап бере алады. Ол жылдамдық қазір жақсартып жатырмыз. Өйткені енді ол мыңдаған, миллиондаған сұрақтар болса, оған енді тез жауап беру үшін дамыту керек. Сол Құдай қаласа осы 3-6 ай көлемінде дайындаймыз деп жоспарымыз бар. Қанша команданы орындай алады? Бір-екеуін орындата аламыз ба қазір? Мысалға жаңа айтып отырмыз ғой, Google-дан қажетті ақпараттарды тауып береді деген секілді. Негізі болады, бірақ қазір ол біз негізі екі негізгі вариант қарастырып жатырмыз. Біріншісі ол яғни кастомизация арнайы бір компанияларға, мысалы арнайы бір клиенттерге дайындалады. Мысалы бір құрылыс компаниясы келеді, оларға олардың жүйесі бойынша біз командаларды енгіземіз. Ал екіншісі, кәдімгі қарапайым өзіміз сияқты халыққа арналған, ол яғни сол дүкендерде тұрады. Ол жерде сол видео, басқа да ақпаратты, керекті ақпарат қоятын, оқитын және телевизорға, басқа нелерге, экрандарға шығаратын сондай түрде шығарамыз. Енді кез келген жоба айналасында түзету де болады, толықтыру да болады, Әрине. Осы бағдарламаны жасау барысында бір қандай да бір өздеріңізге ұнамай, осыны қайтадан жасайық деген секілді сәттер болған шығар? Ол негізі күнде бола береді. Мысалы? Қазірдің өзінде, мысалы, ол дауысы кішкене ұнамай қалады, сөйлеген несі ұнамай қалады. Кейбір жерде, мысалы, тоқтайды, қаламаған уақытта өтірді нүктемен, мысалы, ауыстырып жібереді. Сондай кейде ойланып қалады, кейде керісінше тез адам түсінбейтіндей, үлгермейтіндей сондай сөйлеп кетеді. Әрине енді ол бала сияқты, тура сол кішкене тәрбие беру керек. Біраз тәрбиеге салу керек деңіз. Қандай команда бар, біз көрсек та мүмкіндіктерін? Әзірге, мысалы... Қандай бір өзгеше сұрақ қою керек, әлде мүмкін ән қосып беретін шығар? Сағатты айта алады. Сағат тілін айта алады, қазір, Иә, мысалы, қазір сағат неше? Қайтадан қойын, Қазір сағат неше? Қазір интернет. Интернет, ғаламтор. Иә. Ол яғни сол осы үзбей істеу үшін сол интернет негізі дұрыс болу керек, оны да айта кетейік. Яғни интернет жоқ жерде әрине енді қосу қиын болады. Болмаса ол өте бір ықшам ғана, қысқа ғана сұрақтарға жауап бере алады. Сондай. Енді негізі басқа өзіміздің енді
конкурент деп айтпайық, енді партнер деп айтайық, солар сияқты. Олар да сол интернетсіз істей алмайды, біздікі де тура сондай. Я енді көбіне шыны керек қазақша сөйлесе екен деген Алисаны, Сириді бәрінің ойында болған шығар. Мен мысалға таң атпай, жаңа көрдіңіздер ғой өздеріңіз, таң атпай Сиримен дауласып жатыр. Сұрақ қоятын да кездер болатын, не бұрын. Ал қалай кімнің ойына келді, енді осылай бастайық, жасайық деп? Негізгі өзіміз сол идея келген кезде, мысалы басқа орысша, ағылшынша түсінетін программаларды қолданамыз үйде әрине. Және біздің балаларымыз соны қолданатын көреміз. Және біздің балаларымыз мысалы басқа тілде сөйлемесе де, осындай программалармен жұмыс істеп, ойнап, бірнеше күнде байқаймыз. Бір жағынан жақсы, әрине басқа тілде де үйренеді, бірақ қазақша түсінбейді. Сол жағынан идея туды да, яғни біздің балаларымызға, басқа да адамдарға, мысалы өзіміздің қазақ тілінде түсінетін, сөйлейтін, ойлайтын приложение шығарсақ деген ой. Түсінікті. Істеді ма? Қосылды ма сізге? Ал, көрейік ал. Сәлем, қазір сағат неше? Қазір сағат неше? Қазір жергілікті уақыт бойынша 8 сағат 11 минут. Мәссаған, тамаша. Интернет қосылды. Интернет қосылды, уақытын біледі, рахмет сіздерге келіп, осылай өздеріңіздің жаңа өнер туындыларыңызды көрсеткендеріңізге, алдада сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге.